Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді, оңай чебурекидің рецептімен бөлісемін. Қайнап тұрған суымызды ыдысымызға құйып, үстінен 2 қасық сұйық май және де тұзымызды салып, одан соң ұнымызды салып, жақсылап араластырып, қамырымызды елеп аламыз. Қамыр бізде қаттылау болады, сондықтан барлық ұнымызды салып, елеп аламыз жақсылап. Қамырымызды елеп болғаннан соң, орап, пакетімізге салып, бірнеше уақытқа қойып қоямыз, 10-15 минуттай уақытқа. Одан соң салмамызды дайындаймыз. Салмаға менде фарш және де оған қалауымызша тұзымызды, дәмдеушімізді саламыз. Менде қара бұрыш және де тұз. Одан соң салқын суымызды құйып, бір пиязымызды теркадан өткізіп аламыз. Енді жақсылап тұрып араластырамыз. Сонымен салмамыз дайын. Ал енді қамырымызды пакетімізден аламыз. Енді елеп, ұзыншалап аламыз қамырды. Одан соң бірнеше бөліктерге бөліп, бірдей етіп кесіп аламыз. Болғаннан соң әрқайсысын домалатып шығамыз. Домалатып, барлығын жайып аламыз. Жайып, домалатып алғаннан соң үстінен фаршымызды саламыз. Ал енді үстін жауып, бір-біріне жабыстырамыз. Осылай басып аламыз, одан соң вилкамен, шанышқының көмегімен жан-жанын жақсылап басып шығамыз. Видеода көрсетілгендей барлығын осылай жасаймыз. Мен астына описанияға қалдырып кететін боламын. Қанша грамм барлығын кіріп қарап көрсеңіздер болады. Ал енді майымызды қыздырып, чебуректерімізді салып, екі бетімен жақсылап қуырып аламыз. Сонымен біздің чебуректеріміз дайын, өте оңай, тез дайындалады. Міндетті түрде осы рецептімен дайындап көріңіз, өкінбейсіз деген ойдамын. Егер де видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.